Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін балдың құрамы мен түрлері және адам ағзасына пайдасы туралы айтамыз. Бал емдік қасиеті ерте кезден ақ белгілі болып, түрлі ауруларға қарсы әркім өзінше пайдаланып келе жатқан көптеген дерттерге аса шипалы. Ара балының түрлері. Негізінен ара балы бір шырынды және көп шырынды болып бөлінеді. Бір шырынды бал тек өсімдіктердің бір түрінен ғана жиналған шырын. Оны өсімдіктердің түріне қарай қара құмық балы, жөке ағашының балы деп неше түрлі айтады. Көп шырынды бал өсімдіктердің бірнеше түрінен жиналған шырын. Оны табиғи бал беретін өңірлерге байланысты дала балы, тау балы, бақ балы деп ерекшелейді. Балдың адам ағзасына пайдасы. Мамандардың айтуынша, балдың адам денсаулығы үшін пайдасы көп. Атап айтқанда, бал қан қысымын жақсартады, ішкі ағзалардың қызметін жандандырады, иммунитетті арттырады, дененің физиологиялық қызметін, күш-қуатын қалпына келтіреді. Мидың жұмысын жақсартады, тыныс алу жолдарын артық өңезденуден сақтайды. Ол сондай-ақ жүрек, қан тамыр ауруларына, бауырға, бүйрекке, ішек-қарын жолына, суық тиюге, құяң мен етке пайдалы. Балды құрт ауруына, ұйқысыздыққа, бас ауруына, қан қысымына, асқазан жарасына, тіпті күйікке де ем ретінде пайдалануға болады. Балдың сондай-ақ аллергияға, бактерияға, қабынуға қарсы да қасиеттері анықталған. Балдың химиялық құрамы шырын жинаған өсімдіктердің түріне, топырағына, ауа райының жағдайына және балдың түрлеріне байланысты өзгереді. Балдың сапасы негізінен хош иіс, дәмі, түсі, тығыздығы, ылғалдылығы, қоректік және жабысқақ қасиеттері арқылы ажыратылады. Өте құнарлы, тойымды болғанына қарамастан құрамында ауыр қорытылатын элементтер кездеспейді. Бал құрамы қанға, одан жасушалар мен тіндерге тез сіңіп кететін көмірсулар, белоктар, протеиндер, минералды тұздар, пайдалы микроэлементтер мен ферменттерге өте бай. Құрамындағы фруктоза, глюкоза және құрғақ қант бұлардың барлықта адам ағзасына аса қажетті. Табиғи балдың түрлері. Өмірде табиғи балды ажырату оңай емес. Қантты бал арасы қант шырынымен қоректендіру арқылы алынады. Сатушылар оны табиғи балға араластырып сатады. Бұл орайда табиғи жасанды балды ажыратуға ешқандай анализ көмектеспейді. Жасанды балдың құрамында қант крахмалы, ұн, желім, гипс болады. Оның кейбірін үй жағдайында анықтауға мүмкіндік бар. Ол үшін 1 стакан қайнаған су аласыз да балды араластырасыз. 1 стакан суға жарты стакан бал. Сол кезде тұнбаның төменгі жағында немесе бетінде механикалық қалдықтар шыға келеді. Ол балдың құрамындағы крахмалдың бар екенін анықтайды. Гүлдейтін қаншама өсімдіктер бар болса, соншама балдың түрлері бар. Біз енді балдың солардың бастыларын атап айтсақ. Түйебұршақ, донник балы бірінші сорттағы балға жатады. Ақ немесе ашық янтар түсті болып келетін хош иісі бар балдың бұл түрі глюкозаға өте бай. Түйебұршақ балы ішек ауруларына пайдалы. Шайқурай балы мөлдір жасыл сары түсті сұйық бал. Балдың бұл түрін әлсіздікке, жараны жақсартуға пайдаланады. Жеке балы жақсы сортқа жатады. Сары жасыл түсті балдың бактерияға қарсы қасиеті бар. Жөке балының тамақ ауруларына пайдасы мол. Сондай-ақ тыныштандыратын, ұйқыны жақсартатын да қасиеті бар. Берілген ақпарат ұнаса каналыма жазылыңыздар.